Мен көрпе тігіп отырмын қызым. Кел менің жаныма отырып. Сен де көре ғой. Апа, маған жүнді қалай сабау керегін көрсетесіз бе? Жарайды. Жүнді сабаймыз. Жүнді сабайтын таяқты сабау деп атаймыз. Жүнді көрпешеге салмас бұрын сабап аламыз. Әкел бала, мен саған қамшы өруді үйретейін, кел қасыма отыр. Апа, оны қатты ұру керек пе? Иә, қатты ұрып, қатты сабау керек. Сол кезде жүніміз қопсып, көрпешені көктеген кезде инеміз жақсы жүрсе болады. Жүнді қаншалықты сабаған сайын, соншалықты орындарына түсіп, өзімізге ыңғайлы болады. Боялған жүннен қазақтың кез келген оюын алып, жүннің үстіне ою саламыз. Мінекей оғлым, қамшынды өріп болдым. Енді осы қамшыны жоғалтушы болма. Осы қамшымен ат басын бұрасың. Балам, күй тартып жіберсеші бір. Ал, мен де көрпемді тігіп біттім. Қызым, бұны қонақтар келгенде олардың астына төсеуге болады. Жарайсың қызым. Ұнады ма апа? Ұнады, жарайсың қызым. Ана көріп қыз өсер. Өзіме қарап өссе қыз жаман болмайды.